Абай Құнанбаев. 7-ші қара сөзі. Жас бала анадан туғандай екі түрлі мінезбен туады. Бұлар тәннің құмары. Бұлар болмаса тән жанға күнәге бола алмайды. Һәм өзі өспейді, қуат таппайды. Біреуі білсе екен демекші, не көрсе соған талпынып, жалтыр-жалтыр жеткен болса, оған қызығып, аузына салып, дәмін татып, қарап, сырнай керней болса, даусына ұмтылып, онан ер-жерін керегенде, ит үрсе де, мал шуласа да, біреу күлсе де, біреу жыласа да, тұра жүгіріп, ол не бүйтеді деп, бұл неге бүйтеді деп, көзі көрген, құлағы естігеннің бәрін сұрап тыныштық көрмейді. Мұның бәрі жан құмары. Білсем екен, көрсем екен, үйренсем екен деген. Дүниенің көрінген һәм көрінбеген сырын түгелдеп білмесе, адамдықтың орны болмайды. Оны білмеген соң адам жаны хайуан жанындай болады. Құдай тағала хайуанның жанынан адамның жанын ірі жаратқан. Сол қуат жетпеген, ми толмаған ессіз бала күндегі бұл немене деп бір нәрсе